Қазанның аяғына таман Баршын Мәскеуге бармақ болды. Мұнда мұның Күлайхан атты әпкесі тұратын. Күлайхан Баршынның шешесінің сіңлісі. Жұмаш әуежайдан өзім қарсы алам, қуанып жүр деген хат келді. Бұл да қобалжыды. Ақыр Күлайхан айтарын айтып қойса тәуекел барып қайтайын деп, бұл да бекінді. Көп күдіктің шешімі сонда табылатын сияқтанды. Жұмаш ыңғайына қарай ойластырып, көрінетін, баратын жерлерінің бәрін айтып телеграмма жазды. Әуежайдан түске таман Жұмаш оны жалғыз өзі қарсы алды. Алдынан сонайдан ақ құшақ жая ұмтылып кеп, Гүлбаршынды сол арада сүймек болды. Ерінен үміт еткен жігіт бетін алып қашқан қыздың құлақ тұсынан ғана ат иіскеді. Алайда әуежай өкпе айтысатын ара емес, амандық саулық сұрасып, екеуі жүк беретін жаққа қарай аяңдады. Күлайхан біраз таныстарын қоса шақырып, шынында да ханды қарсы алғандай күтініпті. О, сіңліңіз Хасылудың өзі екен, қарындасым-ай, қандай жігіттің бағы екенсің, қанша жігіттің соры екенсің. Қыздың сұлу болғаны әрі қуаныш, әрі қауіп. Күлайханның сіңлісінде қуаныш қана болсын деп, дәуденелі болғанмен өте елгезек аспирант тоса айтты. Әпкесін іздеп келген сіңліден айналу керек. Осы күнгі адамдарда бауырмалдылық азайып барады деп тағы бір шалқыды. Көптің қошеметі Гүлбаршынды гүл-гүл жайнатты. Білім қуып, халықтың ақыл-ойын бекіту үшін Мәскеуге кеп оқып жатқан әпке ағалар үшін ол да тос арнады. Қонақтар қараңғы түнде қайтты. Бәрі кетіп Гүлбаршын, Күлайхан үшеуі ғана қалғанда. Мен ертең сұранғам, Баршынның қасында болайын. Сіз жұмысыңыз болса, бізге алаңдамаңыз, деді Жұмаш Күлайханға. Онда ертең Гүлбаршынды өзің келіп оятарсың, мен түске дейін босай қоймаспын. Ұйқысығансын, жақсылап демалсын деген оймен ертесі Жұмаш Гүлбаршынды оятуға ондарға таман келді. Соның өзінде ол әлі төсектен тұрмапты. Мұны сыртта күттіріп қойып, іште тықыр-тықыр еткізіп асығыс киініп жатты. Тола бойына бір нәпсі толқыны жүгіріп, жігіттің шыдамы кетті. Есікті үсті-үстіне тақылдатты. Баршын, аш. Қазір қыздың жақындап келе жатқан үні жігіттің дегбірін алып, бойын сыздатқан толқынды одан бетер үдетті. Үстіне ұзын көйлегін халат киіп алған, өзіне күлімдеп қарап тұрған аққұба Гүлбаршынды көргенде Жұмаштың тағаты таусылды. Ұстамынан түк қалмады. Ашылған есікті ақысымен итеріп жауып, бір сәт қызға еміне қарап жұтынды да, Жұмаш есікке шалқая сүйініп көзін жұмды. Гүлбаршын күліп келіп қолынан тартты. Жарайды, жығылып қалмашы, бір түннің ішінде әртіс болып кетіпсің ғой тегі. Босағада тұрмай жоғары шық. Баршын, қыршан қыланбашы, келші құшақтатшы. Қызды қолынан тартқан күйі құшақтай алды. Білегін мойнына орай қысып, тырп еткізбей тұншықтыра ұзақ сүйді. Жіберші, деген қыздың әлсіз жалынышты үніне қарсылық емес қуаныш басым екенін естіп, жүрегі аттай тулады. Белінен қапсыра құшақтап, қызды жерден көтеріп алды да, жаңа ғана асығыс жиналған төсекке қарай жүрді. Жұмаш, жібер, деп қыз бұлқынған сайын жігіттің демі алқынып шығып, екеуі төсекке ұмар-жұмар құлады. Қарсылық сезім мен құштарлық сезім бірін-бірі ала алмай біраз аунасты. Баршын, жаным, шыныңды айтшы, мені ұнаттың ғой, ұнатқаның анық қой, айтшы, анық па? Анық болмаса келем бе? Әлде сен шынымен де Күлайханды көру үшін келді деп ойлайсың ба? Кеше өзің сөйледің ғой, қай сөзіңе сенем? Ашуландырдың, содан соң әдейі айттым, сенбеймін. Тегін келетініне көзім жетпейді. Шыныңды, ең шыныңды айтшы, Баршын, тиесің бе? Қызық екенсің, қанша айтам енді, тием дедім ғой. Ендеше қолымды қақпа, шын сөзің екенін дәлелде. Бүгін не, ертең де бәрібір меніксің. Жігіттің логикасы қызды дағдыртып, қарсылығын қолма-қол босаңсытты. Соны пайдаланып, Жұмаш оны алқымынан, аузынан алқынып, құмарланып, құныға аймалай сүйді. Жігіттің қолы қайда барып үлгергенін жаңа аңғарып, Гүлбаршын шоршып, төсектен жерге жалаң аяқ секіріп түсті. Жұмаш төсекте, ол бөлменің ортасында, бірін-бірі арбағандай екеуі аз сәт біріне бірі алқына қарасты. Жігіт аяқ жағын төсек жапқышпен қымтап түрегеліп отырды. Қашпашы, жаныма келші, Баршын. Бармаймын жаныңа, сен мені сүймейсің. Мұндайды сүйген адам істемейді. Сен не демексің?
Сонда сен сүйгенің емес, сүймеген адамның қасында жатып, ал сүйгеніңді тек тәтті сөзбен алдап өтуің тиіссің бе? Сонда менің жек көргендіктен ғана сенің қасыңа жатқым келе ме? Солай ма? Жігіт қызды тағы да сөзден тосқан сияқты. Ойланып, етегін қымтай барып Гүлбаршын түнде өз жатқан жиналмалы кереуеттің үстіне отырды. Сенікі дұрыста болған шығар, бірақ мен Мәскеуге тек ол үшін келгендей болып, өзімнен өзім ұялып қайтсам, ол сенің жаныңа батпай ма? Бүйтіп біреулеріне алысқанша өз үйіміз болғанда шыдасақ, сонда біздің махаббатымыз азайып немесе жоғалып кете ме? Бүйтіп айтысқаннан бір нәрсе шығады деймісің Баршын? Өзіміздің құпиямыз, өзіміз ғана білетін шындығымыз емес пе? Менің өліп өшкен сезімме, ынтық көңіліме, бөтен үй, бөтен қала, күн бе, түн бе, оның қажетіне? Оны неге тоқтатам, неге тежеймін айтшы? Ондай оңай тоқтайтын, тез тежелетін сезім менде жоқ болса қайтем? Айтшы, сені соншалық күшті сезіммен сүйгенім үшін де кінәлімін бе? Күшті сезім бе? Шыдамсыз сезім бе? Көзім жетпейді. Егер жігітті еркек, қызды әйел деп қарасаң, мен емес, шын сүйетініңді алдымен сен дәлелдеуіңге тиіссің. Қалай дәлелдеймін? Қане айтшы, шыдамдылығыңмен, мені шын сыйлайтыныңмен дәлелде. Менің намысымды, ұятымды өзіңдігіндей көретініңе көзімді жеткіз. Ол үшін алдымен ата-анамның алдынан әке шешең өтсін, жаманды жақсылы солармен тәрбие көрейік. Әдеп ғұрыпты сыйлай, алатынымызды білсін, қуансын. Олардың қуанғаны біздің қуанышымызды көбейтпесе азайтпас. Сөйтіп бата рұқсаттарын алайық. Сол-ақ па? Бәрін орындаймын Баршын. Биыл каникулда қаңтардың аяғында барам. Оған тұп-тура 2 ай қалды. Бара сал папам мен мамамды сендердікіне жіберем. Қашан деп олардың өздері де асыға күтіп жүр. Сен де сол кезде келетін шығарсың. Мәскеуге келе алған адам көкірекке бірдеме қып жетер. Сен алаңдайтын сол нәрсе ме? Баршын-ай, әйтеуір сылтау тауып сырғыта бересің-ау, келші қасыма отыршы. Қыздың келмейтінін біліп, киім жапқышты беліне орап, өзі орнынан тұрды. Жиналмалы кереуеттің серіппесін күтірлете созып жанына отырды. Оның салмағынан кереуеттің кенебі солай ойысып, онымен бірге қыз да жігітке қарай жантая берді. Жаным менің, деді Жұмаш қызды құшағына тартып. Күнім менің, сол 2 айдан кейін болатынды бүгін болдырсақ, күнә ме? 2 ай бұрын бақыт еткім келмей ме менің жаным? Жаным екеніңе, жарым екеніңе әлі күмәндімісің? Бір жолата менікі болшы, зайыбым болшы. 2 айдың арысыне берісіне, құшақта, сөзде бәрі сиқырлы сезім Гүлбаршынды да биледі. Онсыз да сенікімін ғой жаным. Қыз аузынан жаным деген сөздің алғаш шыққан, алқынып жатқан жігіт аңғармады. Қинамашы, деді қыз жалынып. Жоқ, менікі екеніңе сендірші, дәлелдеші. Осы деп келгенім дәлел емес пе? Маған емес, Күлайханға келдің ғой Баршын. Орнынан қалай ыршып тұрғанын қыз өзі де байқамай қалды. Жиналмалы кереует тас төңкерілгенде Жұмаш еденге жалаңаш құйрығымен шарт ете қалды. Шық үйден дегісі келіп тұрды да, Баршын әдептен аспай, долы ашуын әрең тежеді. Үйіңе кете бер Жұмаш, деді бәрінен күдер үзген өксігінмен. Мен сенімен өлсем де енді қала алмаймын. Қасыңда жүргім келмей кетті. Тіпті қандай адам екеніңе де көзім әбден жетті. Баршын, менікі әзіл ғой, соған ашуланасың ба? Білем ғой сенің мен үшін келгеніңді, бақыттымын ғой соған. Түсінші, ұқшы мені. Әншейін әзіл дегенді неге ұқпайсың Баршын? Әзілді ұқпайсың деп өзің мені кінәлайсың. Мен әзіл десем ашуланасың. Сонда енді қандай жағдай келді маған? Әзіл деп айтатын тез болады, әзіл деп айтпайтын тез болады. Сыртта баспалдақпен әлдекімнің көтеріліп келе жатқан естілді. Гүлбаршын ерін тістелеп жалмажан төсек кереуетті жинастыруға кірісті. Ұшып түрегеп Жұмаш та әп-сәтте киініп үлгерді. Аяқ тықыры алыстап жоғарға өтіп кетті. Екеуі күліп жібере жаздап, бір-біріне көз қиығымен томсырайып қарады. Жарайды, жүр, бір жерден тамақ жейік. Өзің бара бер, мен тамақ ішпеймін. Содан екеуі Күлайхан келгенше татуласа алмады. Ол келген соң өздерінше сыр бермей, тоң-торыс халде одан жасыруға тырысты. Бір сөз, 2 сөзден кейін ептеп, екеуінің де қабағы жібейін деді. Кешке оларды кешегі бір дәу болғанмен, мінезі елгезек аспирант бөлмесіне шақырды. Бөлме оныкі дегенмен бүкіл күтім жайды Күлайхан өз жөндеді. Ол кештің гүлі Еркин дейтін өзбек жігіт болды.
бұйра шаш, қияқ мұрт, домалақ жүзді өте ерік көңіл жігіт екен. Әуелі өзбекше, қазақша, қырғызша және қарақалпақша ән айтып, бәрін аузына қаратты. Одан орысша, тәзікше, үндіше билеп, одан бетер тамсандырды. Қыза келіп өзбекшебеге Гүлбаршынды шақырып еді, ол бұлтарып, бірге үйіріле кетті. Еркенге ақырып отырған жұрт енді бәрі Гүлбаршынды қошеметтеді. Екі бетіне оймақтай ғана қызыл жүгіріп, өзінде тесіле қарағаннан ұяла жүзін тайдырғанмен, ол бірақ бәр ынтасымен билеп, бір-екі рет әдейі қызық үшін Еркінге қасын қағып жіберді. Оған жауап ретінде Гүлбаршынды қуалап жетіп, Еркін де оны дәл белінің бұралаң тұсынан қапсыра құшақтап, біраз жерге қатарласты. Айық сүйістіре биледі. Қызған жұрт қарқ-қарқ болып қол соққанмен, Жұмаш ішіне шоқ түскендей қызғанды. Оны әсіресе белінен Еркін құшақтағанда, оның қолын Баршынның қақпағанына өртенді. Бұл құшақтағанда да бір бұлқынбай қалмаушы еді. Анаған тегі титтей де дір етпеді. Жұмаштың бар жоғын Баршында ұмытты. Тым құрыса көз қиығында тастамады. Шыдай алмай Жұмаш дәлізге шығып кетті. Қызғаныштан қорланып, тісін қышырлата тістенді. Ештеңе сезбеген бейкүнә кейіпте сәлден соң Гүлбаршында дәлізге шықты. «Сен неге билемейсің?» деді, түйіліп тұрған жігітке түк білдірмегендей. «Менімен билегің келмей ме? Еркіннен өзіңде артылмассың. Жәдігөйленбей-ақ қой». «Тағы не боп қалды? Жаңа ғана шапшақ едің ғой». Жігіт қызды қолынан шап берді. Шолқи өзіне тартып, «Баршын, жетеденді мазағың», деді тістеніп. «Мен сенің мұндай қорлығыңа көне алмаймын. Кейін өстіп, көзіме шөп салып жүрмекшімсің?» Гүлбаршынның ұрты солып, гүл-гүл жайнап тұрған өңі лезде топырақтай бозарып кетті. Көзі боталап, кемсеңдеп, ерін әрең қозғалтты. «Ақымақ адам екенсің, Жұмаш». Бұрылып сол қалпы үйге кіріп бара жатқанда, Жұмаш алдында көлденең тұра қалды. «Баршын, кешірші, елден ұят, андағы күйіңмен кірмеші. Мен өзімді өзім ұстай алмадым. Қызғандым, Баршын. Естірімді 2 күннің ішінде естіп біттім. Ертеңге билет алып бер. Кетем. Ақымақ болып, бекер келгеніме өкінем. Тұр былай». Жаңа ғана қыздың көзінде төгіл келіп тұрған жас қазір жоқ. Үні де нық, тек бетіндегі оймақтай қана ұшы үштігейлі көрінбейді. Жұмаш қасынан қыздың қалай өтіп кеткенін сезбеді. Үйге кірген бойда Гүлбаршын өзгеріп үлгерген сияқты, көңілді дауыспен Еркенге әлдене деп жатты. Ертесіне Гүлбаршын әуежайға Күлайхан мен Жұмаш шығарып салып кетті. Келгеніне кеткеніне көңілі хош сияқтанып күліп, әзілдегенсіп жүргенімен қыз жүзінде кірбің барын Күлайхан кешел бері байқаған. Ұшаққа отырғызу басталғанша әрнен сылтауратып, жастардың қасынан әдейі кетіп қала берді. Әр оңаша сәтті Жұмаш та текке жібермей, қайткенде де қыз жүрегін қайта жібітуге жанын салды. «Келгеніңе өкінбей қайтшы, Баршын. Үйленеміз деп уәделестік қой. Түсіністік қой. 2 ай деген өте шықпай ма? Содан соң ылғи бірге боламыз. Бүйтіп не болса соған ренжіспейміз. Жаным, күнім менің. Кінәм болса кешіре салшы. Кешірші. Бәрі сені шын сүйгендіктен ғой, Баршын». «Жарайды, қойшы. Күлайханнан ұят, қайта-қайта айта бергеннен май шықпайтын шығар. Кезінде көреміз. Жақсы сөзіңді де, жаман сөзіңді де естідік қой. Қайсысын екен енді ісің дәлелдер». «Бәрін дәлелдеймін, Баршын. Тек сен томсыраймай қабаңды ашып аттаншы». Күрбалшын Алматыға таңертең келіп түсті. Таксимен жатақханаға келгенде қыздар әл төсектен тұрмапты. Бәрі оны жасырмай бас салды. Базарлық десті бөлмені бастарына көтеріп. Сол сөзді естігенде Баршынның жүрегі өкси зырқ етті. Күлайхан орап салған конфеттер мен бір шиша әтірден өзге ештеңесі жоқты. «Кәмпит жеңдер, ана әтірден жағыңдар, әпкем әдейі сендер деп салды. Басқа бірдемелер алуға 1 минутте уақытым болмады», деп ақталды. «Әй, әлгі құрғыр, Жұмаштың ештеңе бермеді ме? Бізге бермесе бермей-ақ қойсын. Өзіңе сыйлағанын көрсетші. Сыйына қарап самсап қалайық». Ағыл тегіл аңғал әзіл Гүлбаршынның жанды жерін тіліп түсті. Не қаланы аралап жүратпады, не қарық болып қуанып қайтпады. Барды деген аты болмаса, ол Мәскеуге бармаған адаммен бірдейді. Өз егін тырнаған ащы өкінішпен неше күн сыртқа шыға алмай
Құмалға ұстаған нала ренішке енді бөгет бола алмады. Өз төсегіне отыра қалып өксіп-өксіп жылады. Жолдастарының көзі шарасынан шықты. Баршын не болды? Жұмаш ренжітті ме? Әй, құртып қойған жоқ па ол нені? Неге жылайсың? Деді зәрелері қалмай. Ештеңе сұрамаңдаршы, кейін өзім айтам. Арада 10 шақты күн өткенде Жұмаштың қарынтасы Бибіден хат келді. Оған дейін ағасы 2-3 рет хат жазып тастаған. Ол айтқан жылы сөздер қыз жанын ептеп жібіткенде еді. Баратыныңды бізге айтпай, келгеніңді бізге хабарласпай, деп Бибі біраз өкпе айтыпты. Ондай наз жақын адамдардың арасында жарасады ғой. Сен баратынның алдында ғана костюм шалбар алып ки деп Жұмашқа мамам 300 сом салған. Ол кісі соны шашқандарыңа ептеп уайым жеп жүр. Бірақ сенің ерлік жасап болашақ жарыңа барып қайтқаныңа бәріміз ризамыз. Тойға дайындала бастаймыз ба, қайтеміз? Дегені Гүлбаршынды қуантпады, бірақ бәлкім Бибінің білместігі де шығар. Алайда ана 300 сомға сонша мән беріп хат жазып ескерткендері тым ұсақтық тәрізденді. Ақшалы адам екенін Жұмаш бұған байқатпады ғой. Сірә отбасында бір мінез бар шығар. Тойға дайындала бастаймыз ба, қайтеміз дегені не? Осы бұдан неге сұрайды? Әлде кекесіні ме? Осы қыздың тегі есі дұрыс емес. Мұнымен мүлде терезесі тең, күнге кездесіп жүрген адамша сөйлейді. Құдды бұл қыз емес, әлде қашан ағасына тиіп алған адамдай. Тиіп алғанның өзінде мұны мұқатпаған күнде де жанын аямай сөйлеуге қандай қақысы бар. Шешесі де қызық, әй-шәй жоқ, 300 сомына қынжылған несі? Соның бәрін сараң баласы бұл үшін төгіп шашын деп ойлаймын екен. Тіпті төгіп шашса да несіне қынжылады? Осылар сірә Жұмаштың сонынан өз жүгіріп жүр деп ойлайтын болуы керек мұны. Баласы да қызы да бұдан өзін өр ұстағандары қалай? Көңілдерін ауыртып бітті ғой бұлар. Жаңа жылдан кейін Жұмаштан қаңтардың 21-іне каникулға шығатынын хат келді. Екеуміз де екі үйдің беткеұстар адамымыз, керек десең мақтанышымыз. Сондықтан өзімізді сыйламасақ та, ата-анамызды екеуміз де сыйлауға тиіспіз. Сен хатыңда менен бар шындықты сұрап жазыпсың, ал мен саған өмірімде шындықтан басқаны жазған емеспін. Сенің маған басқа нәрсе емес, махаббат іздеп келгеніңе сенемін. Есіме түссе қуанамын, ал кейін не болғанын ойласам, көңілім су бүріккендей басылады. Менің бақытым сен екенін білесің. Мені бақытым деп ойлайтыныңды мен де білем. Сөйте тұра неге ренжісе береміз? Енді барлығы өзіңе байланысты. Сондайлық сертті сөздермен бітірсе де, Гүлбаршын күмәндана берді. Тағы әлденеге кедергі болып, ауылға ол келе алмай қалатындай көрінді де тұрды. 2-3 күн ойланып жүрді де, өзінің каникулы да қаңтардың аяғында басталатынын хабарлады. Жұмаш оған алдымен үйге соғып, сонан соң саған барайыншы, жарайды ма деп жауап жазыпты. Соның ертесіне тағы хат алып, мен білмеппін, папам Сочиде демалып жатыр екен ғой, қаңтардың 20-сына дейін мені Мәскеуде күте тұр депті. Өзімде әбден қым-қуыт тірліктен шаршадым депті. Әкесі үшін Жұмаштың кәдімгідей мақтанатынын білетін, мейлі деп ойлады. Кім әкесін мақтан тұтпайды? Әкеңді күтпей кете бер деп айта алмайды бәрібір. Көкірекке Гүлбаршын ақпанның бір күні келді. Ол жоқта келіп, үйге 2-3 күн қонып, Жұмаш кеше ғана Шымкентке кетіпті. Бәсе, оның айтеуір ештеңе тыңдырмайтынын біліп едім, деді іштейін алып. Кешкісін Жұмаш телефон соқты. Неге кешіктің деді бірден. Ойнап деді бұл. Қырсықпашы, ертең осында келші. Кеткенше бірге болайық. Уақытым жоқ. 5-ақ күнге келдім. Сол 5 күніңді қишы. Жарайды жақсы. Қылжақтасып тұруға жағдайым жоқ. Келдесе жетіп келе беретін кісін тапқан екенсің деді де трубканы Гүлбаршын қоя салды. Ертесі Жұмаш түске таман жетіп келді. Байқайды, ол бұрынғыдай емес, папасымен апасымен қысылмай сөйлеседі. Үйде аяқ бассы да нық. Бұл үйдің заңды тұрғыны тәрізді. Папасы мен апасы байғұс жасқан шақтана ма, қысылама түсінсіздеу бір жуастық байқалады. Тіпті бұған да тік қарамайды. Ақырында апасын оңашалап, сендерге не болған? Мен жоқта бірдемес деп қойған жоқсыңдар ма? Деп еді, тура жауап берместен. Не болушы еді? Өзің Мәскеуге жайша бардың ба? Ақшаны қайдан алдың? Бізге айтпай кеткенің не? Деп өзіне қарсы сұрақ қойды. Сұрақ емес, өкпе кінәлау сияқты. Шақырып қоймаған соң Күлайханға барғам, енді Жұмаш іздеп барды ғой деймісің? 2 айлық стипендиямды жинап, өз ақшаммен бардым деді. Не, басқа бірдеме істеді ме?
Қызың кеуіздеп кепті дейме дегенім ғой. Гүлбаршын үндемей ерін тістеді. Дейме емес, деп те қойған ғой біреуің. Мейлі, ашу билеп әкесіне сыр беріп алмас үшін пәлтесін желбегей жамылып ақырын аулаға шықты да, аңдып жүргендей артынан Жұмаш келді. Оған бұрылып қарамастан дүрсе қоя берді. Сен ғой 24-тесің, мен ғой 21-ге шықтым. Оның үстіне сен еркексің. Сондықтан менің сен жетектегендей ылғи өйт-бүйт деп жатуым өзіме ыңғайсыз. Бұл үйде өз үйіңдей тайраңдап жүруің үшін әуелі әке-шешеңді жіберіп, ата-анамның алдынан өткіз. Сонан соң басымызға шығып жүрсең де өзің біл. Мен 5 күні кешкісін кетем. Сен қазір үйіңе қайт. Не әкең мен, не әкең жіберген біреумен келерсің. Келмесең бітті. Осы ойнағаның да жетер. Көп нәрсе айтқаның мен көбін орындаған жоқсың. Орындай алмайтын сөзді, аузың алмайтын адамды қазақ ежелден еркек дейді. Осыны айтты да бұрылып үйге қайтып кетті. Жұмаш жол кеткеннен бұл қайтқанша жым-жырт қалды. Әке-шешесі де оған анықтап ештеңе сұрамай, әке-шешелеріне ол ештеңе анықтап айтпай, 5 күні пойызбен Гүлбаршын Алматыға аттанды. Оның қамығып қайтқанын құрбылар тағы көрді. Олар да осы жолы бәрі шешілді. Жұмаш екеуінің арасы анықталды деп күткен. Олай болмағанын естіген соң, олардың да еңсесі түсті. Кешкі таман іштеріндегі ең үлкені Зәуре: «Қыздар», дейді, бәрін өзіне қаратып, «Менің 24-ке шыққанымды білесіңдер ме?» «Білеміз». «Менің кәрі қыз болып қалғанымды қаламайсыңдар ғой?» «Қаламаймыз. Ендеше бүгін менімен бірге қыдыруға Гүлбаршынды көндіріңдер». «Көндіреміз». «Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Баршын, Баршынтай. Жұмаштың баршына». «Ойбай, Жұмашын құрысын, Ғабдолдың баршына». Біздің алтынымыз, күніміз. Зәуре келіп Гүлбаршынды иығынан қапсыра құшақтап, жалынып айтты: «Өткенде өзің бастап едің, өзің аяқтай қойшы. Екеу болып келеміз. Қайдардың қасында өткендегі жолдасыңды алып шық. Оған ұнап қалыпты», дейді. «Мен үшін, менің кәрі қыз болып қалмауым үшін бір жолға жүрші. Бүгіннен кейін қолқаламай-ақ қояйын. Екеуің жерлес екенсіңдер, бір-біріңді тез түсінесіңдер». Қайдар оған қарапайым жігіт көрінді. Жуас, сыпайы. Әкесі ауырып ертеректе өліпті. Жалғыз шешесі сол Түлкібас ауданындағы Балықшы деген жерге тұрақтаған екен. Асып таспайтын қарапайым, сабырлы жігіт сияқты. «Сіздің жер бетіңізде бар екеніңізді білмесем тыныш жүре беретін едім. Көрдім, тынышым кетті», дейді. Бәлкім рас шығар, бәлкім жай қошеметі болар. Жалпы көзге көрімді жаман жігіт емес. Жұмаштан сұңғақ, одан байсалды. Ол сияқты қызыл сары да емес, боп-боз, кәдімгі қаланың тас соққан жүдеу жігіті. Өзі жетім, өзі жуаш. «Папам келем», деді. «Кетем», деді. Демейді. Не болса да өзі айтады, өзі біледі. Жұқалап қана қар жауып, ауа бозаң тартып тұрған күні Жұмаштан хат келді. Бөлмеде Зәуре екеуі ғана отырған. Қуанбай, не ашуланбай хатты селсоқ ашты. 10 ақпанда жазыпты. Бұрынғысынша «Жаным Баршыны менің» деп бастапты. Берет болмай 3 күн сабақтан қалып, бүгін зорға жетіпті. Аман есен келгенін хабарлап, үйіне телеграмма салыпты. Содан кейін бұған хат жазуға отырыпты. Осының бәрі сен үшін дегісі келетін тәрізді. Бұған жауап хат келгенше енді көңіл тынбай қиналады екен. Онысы раста шығар, бірақ әйтеуір сене алмайды. Айтқаны шын сияқты, ал істегені оған үйлеспейді. «Баршын, сенің көп нәрсе айтқаның, бірақ соның көбі орындалған жоқ екенін мен түсінемін. Сендердікінен келе салып, папама ертең барайық деп едім. Өзінің де ойында бар екен, бірақ ауырып келді де, ол күні бара алмадық. Одан кейінгі күні келісіп қалдық. Папамды жұмысқа шақырып кетті. Содан тағы да бара алмадық. Баршын барда барып қайтайық деп едім. Бір күні туысқандарыңдікінен бас ауырып шаршап қайтыпты. Баршын игіліктің ерте кеші жоқ емес пе? Біз екеуміз келістік қой, бітті емес пе? Оның үстіне Баршын, сен оқу бітіретін жылы саған кедергі болғым да келмейді. Оқуларыңды бітіріп алсаңдар дұрыс болар еді, дейді папам да мамам да. Мен Баршын, сенің папаң мен мамаңа айтып қойдым. Түбі үйленеміз. Хатыңды асыға күтем, Жұмашың. «Әй, сенің әкеңнің де сөзінде бәтуа жоқ екен», деді Гүлбаршын күйіне тістеніп. Сұраулы кескінмен бетіне бажырая қараған Зәуреге қолындағы хатты ұстата салды. Ол хатты құныға оқып жатқанда бұл өзі мысқылдап: «Егер сонда Күлайханның үйінде айтқанына көнсем, не әйел емес, не қыз емес халде әлі сорлап жүреді екем-ау»,
деп күрсіне басын шайқады. Сүйсе сүйетін де шығар, бірақ бүйтіп қорлап сүйгені не керек? Көзінен жас шықпай, жаны күйзеліп жылады. Ақыры намысы ары жылады. Үні шықпай, ыңырсып іштей жылады. Кенет қатуланып Зәуреге қарады. Оқыдың ба? Не айтасың мұндай адамға? Ештеңе айта алмаймын Баршын. Шыныма, сылтауыма түсінбеймін. Сірә әке-шешесінің ырқынан шыға алмайды-ау деймін. Ашып айтпайды. Мен ендеше ашып айтам. Қайдан шықса одан шықсын. Қайдарға тием. Бағым ба, сорым ба, мейлі тәуекел. Гүлбаршын сол сөзінде тұрды. Ақпанның аяғында Қайдар екеуі Алматыдан Қайдардың шешесі мен ағасы балықшыдан келіп, папасы мен апасының алдынан өтті. Қызым-ау, Жұмаш қайда деген сұрақты әке-шешесінің көзінен оқып, содан кейін-ақ, әй мен осы ашумен асығыс шешім жасап қойғам жоқ па деген күдік Гүлбаршынды өкшеледі де жүрді. Той өтіп жатқанда Келібай көкесінің үйіндегі жеңгешесі құпиялап, жұқалап, құлағына сыбырлап, Жұмаш екеуі қосылады деп жүргенде, Қайдарды тауып алғаныңа бәріміз қайранбыз. Бір нәрсеге ұшынып қалған ғой, әйтпесе, бүйтпесе керек еді деп шешең жылайды. Мынауың алып соқты ма? Қайтты. Мен әлі аманмын. Ешкімде алдап соққан жоқ. Ойбай, онда неге той болмай тұрып айтпадың? Жұмашта әке-шешесі де қапа болып жатқан көрінеді. Өз әкеңде әншейін амалсыз қызымды алдап соққан екен-ау деп қана көніп отыр. Оны білгеннен оған оңай болған жоқ. Бұл қылығымды әке-шешемнің құптағаны ғой. Қайдар оларға ұнамаған екен деген күдік көкейінен көпке дейін шықпады. Қате істесе де, дұрыс істесе де, құтыла алмай жүргендей қыз дәуренімен асығыс қоштасты. Өте асығыс. Өкінген мен енді оның қайта оралмасын біліп өкси күрсінді. Алайда күнделікті тіршілік келе-келе көп нәрсеге қол тигізбей жіберді. Қайдар екеуі оңаша пәтер таба алмай, біраз уақыт әркім өз жатақханасында жатып жүрді. Сондықтан үйленді деген аты болмаса, екеуі жаңа табысқан ғашықтар ұқсап, кеш сайын қолтықтасып қайтатын да біріне бірі қия алмай амалсыз ажырасатын. Қайдар құрылыс техникумын бітіріп, қазір республикалық құрылыс мекемесінің бірінде істейді екен. Политехникалық институттың құрылыс факультетін сырттай оқып бітіруге 1 жыл ғана қалыпты. Маусым айында оған отбасылық жатақханадан 1 бөлме берілді. Мемлекеттік емтиханын тапсырып, Гүлбаршынға жеке үйге шығу жеңіл тимеді. Қашан өз үйлерің болады деп күтіп жүрген жолдастары құттықтап кіріп шығады. Үй жабдығы ыдыс-аяқ жетісе бермейді. Соның бәрі әйелге жұмыс. Бірақ Гүлбаршынның бір нәрсеге жаны жай тапты. Қайдар екеуі ел қатарлы өмір сүріп жатты. Жұмаш әрине есінен бір жолата шыға қоймады. Алайда одан айырылғанына енді қамығып өкінбеді. Жазда жұмысқа тұрды, елмен араласты. Жұрт оның бақытты әйелін бір санайтын, солай екеніне өз ата-анасы да сенетін. 72 жылы майда декретке шықты. Қайдар жұмысқа кеткенде күні бойы жалғыз, ал іссапарға кетсе күні түні жалғыз. Ауыр аяқ кезінде әйелге үрей үйір. Сондықтан Гүлбаршын маусымның орта шетінде ауылға әке-шешесінің қасына кетті. Келген күннің ертесі апасы екеуі өкпелеп қалды. Баршын, сен не ойлап жүрсің? Деді шешесі қызына оңашада. Мұндағы ағайын туыстар сырттай сенімен де, мұнда әкең екеумізбен де қырғи қабақ. Әкеңе ешқайсысы батып айтпайды, бірақ мені пыш-пышымен әбден қажытты. Саған не қылмадың дейді? Тыңдашы, сен Қайдарға шыққалы 1,5 жыл болды. Құдай қаласа жақында балалы болғалы тұрсың. Туған анасы, қызмет істейтін ағасы бар екенін тойда ағайынның бәрі көрді. Көрмегені естіді. Бірақ міне 1,5 жылда бір-бірімізге есік көрсетпей бедірейіп отырмыз. Не себеп екеніне әкең екеуміздің ақылымыз жетпейді. Кінә күйеу баладан ба, жоқ әлде шешесі мен ағайыннан ба? Қайдан білейік? Бәлкім сен жақтырмай жүрген шығарсың, бәлкім олар сені жақтырмай жүрген шығар. Әйтеуір не жерде емес, не көкте емес халде қалдық. Қалаңда кімді кім біліп жатыр? Ал ауылда ағайынның бетіне тура қараудан қалып барамыз. Босанғаныңша осы жайды дұрыстап аламыз ба, жоқ па? Мен шынымды айтсам, оны ойламаппын, білмейді екем. Біздің қобалжитынымыз сенен кінә жоқ па? Қандай кінә? Қайдардың үйінде мен бар жоғы 1-ақ рет бардым. Татусыңдар ма әйтеуір? Екеуің араз болып, соның кесір шығар деп ойладық әйтпесе. Сендердің ойынша менің қолымнан кінә жасаудан басқа не келуші еді? Әне, бұған бірдеңе айтсаң ашуланып кетеді. Атырылып, тағы да сөйтіп шығады.
Қорғанбек пен Әйімханнан Жұмаштан артық па осы тапқаның? Неге артық емес? Сендердің өздерің адам танымайсыңдар. Олар сендерді менсінбейтін. Папамды районадан алып тастаған соң Жұмаштың әкеші не шешесі бір рет келді ме үйіңе? Баласы келіп еді, артынан қарындасын қуажып беріп, шешесі шақыртып алды. Оны сендер білмейсіңдер. Қызымызды ал деп жалынғандай жүрсіңдер. Соны көрген соң баласы да тайраңдай бастады. Сонда енді бізді менсінетін, тайраңдамайтын күйеуге тигенің осы ма? Айтса айтқанға ренжисің, айтпаса білмейсің. Гүлбаршын жылап сыртқа шығып кетті. Оңаша ары ойлап, бер ойлап, шешесінің олай деуге қақысы бар екеніне көз жетті. Қайдармен ақылдасуым керек деп түйді де, ертесі қайта Алматыға қайтты. Сенбі таңертең Қайдарды оятпай, өз кілтімен есік ашты. Кіре берістегі қол жуғышты қарқалап тұрған қабырғаға сүйеп, қолындағы торын киіп қоя бергенде, әдемі әйел туфлиін көріп, бөтен үйге кіріп кеткендей селк етті. Үй ішіндегі абыр-сабырды сонда байқады. Босағадан бері өте алмай, нан арында, нан басында білмей тұрған қалпы бөтен әйелге бақырайып қарады. Дірілдеп қалтырап, қазір бас саладау деген үреймен бұған жалтақ-жалтақ қарап, асығыс киініп жатыр. Үстелдің үстіндегі арақтың бос бөтелкесі кенет қозғалып кеткендей көрінді Гүлбаршынға. Бөтен әйелдің қасынан тұрған былғаныш Қайдардың өзіне қарай жақындап келе жатқанын көріп, жиіркене шыңғырып жіберді. Жығылам деп қорыққан жоқ. Қайдар мені арам қолмен ұстай алады деп қорықты. Содан ауруханада Гүлбаршын 1,5 ай жатты. Ақыры босанып, бірақ үйге келді. Өз бармағын өзі тістеп, ешкімге үндемеді. Өмірімде істеген бірінші күнәм, кешір деп Қайдардың жалынғаны жібіткен жоқ оны. Екі ортада өзінің абыройсыз болатыны тоқтатты. Баласын тірі жетім еткісі де келмеді. Шілдеханаға ауылдан әке-шешесі келіп, 10 шақты күн жатқан соң, баланың да Гүлбаршынның да жағдайы қиын екен мұнда деп, өздерімен бірге ала кетті. Содан Қайсар бірге толғанша Гүлбаршын көкіректе болды. Артынан Қайдар анда-санда келіп тұрды. Бірақ екеуі ерлі байлы адамдай шүйіркелесіп, әлденеге ақылдасып жатпайтын. Оны байқаған әкесі шешесіне тапсырма берді. Білші қызыңды, Қайдар ренжітпей ме екен? Қабақты онша түйіп алғанына ұнамайды, деді. Қызы шешесіне шынын айтпады. Өзінің мінезі сол, әңгіме білмейді, дей салды. Қайсарды әке шешесінің қолында қалдырып, 1 жылдан кейін Гүлбаршын Алматыға қайтты. Тағы жұмысқа шықты. Кешікпей Қайдардың қызметі өсіп, бөлім бастығы болды. Одан ұзамай Гүлбаршын тағы жүкті болып, бұл жолы ауылға алдын ала келіп, ата-анасының қолында босанды. Қыз туып, Жібек деп ат қойды. Оны да емшектен шығарғанда көкіректе жүрді. Бұл жолы Қайдар артынан бұрынғыдай жиі келе қойған жоқ. Оған себебі де, сенімі де, жұмысы, іс-сапары, жауапкершілігі көп. Қайсар 4-ке, Жібек 2-ге толғанда бұларға 3 бөлмелі үй түйді. 2 баласын қолдарына алып, адам сияқты әжептәуір өмір сүре бастады. Балаларды бақшаға орналастырып, Гүлбаршын тағы да жұмысқа шықты. Бала бақшаға жақын деп, соның қасында тұрған мекеменің кадр бөлімінде істеді. Ол мекемеде еркек те, әйел де көп. Өзі жаңа келген, өзі әдемі келіншекке қай мекемеде қырындағы жігіт табылмай ма? Мұнда Гүлбаршынды маңайлағыштар тіпті мол болды. Кейбірі, сіз әлі күйеуге шықпаған кісі сияқсыз, деп тамсанатын. Қайдар іс-сапарда көп болады және барлық облысқа барады. Құрылыс мәселесі қай кезде де басты мәселе. Алматы ішінде де түнімен карта ойнап, арақ ішіп, әлдекімдерге ұзақ отырып, немесе қонып қалатынды шығарды. Әуелде себебін бір сұрап көріп еді, Қайдар Гүлбаршынға шықшыл жауап берді. Жоғарыдан тексеру келеді екен, олармен бірге болып, бәрін күні түні қастарында жүріп түсіндіру қажет екен. Жұмыстың қиындығын ойнап күлуге қыдыруға мұршасы болмайтынын айтты. Қысқасы, сен қызғанатындай себеп жоқ дегенді зілдене дәлелдей бақты. Қызғаншақ атанбас үшін одан кейін қайда бардың деуге бұл да сұрамады. Өстіпілер 8 жыл отасты. Қанша күн сапарға кетіп, қанша күн қасында болмаса да, Гүлбаршын Қайдарды іздеп өмір сағынбайтын. Ол жақындағысы келіп, ыңғай танытса кейде Жібекті қасына жатқызып, оны құшақтап алып, күйеуін жанына жолатпайтын. Ондайда екеуі ұрысып тынатын да, апталап, тағы да бір-біріне жақындамайтын. Маусым айы болатын. Бір күні Қайдар жұмыстан кейін тағы кешікті. Балаларын ұйықтатып, Гүлбаршын өзі жатқанда телефон шыр ете қалды. Балаларды оятып жібереме деп дереу телефонға жүгірді.
Бейтаныс әйел дәрігер. Сіздің күйеуіңіз қатты жарақатпен ауруханаға түсті. Жағдайы қиын, аяғы сынған, басы жарылған. Қазір реанимацияда, таңертең жолығыңыз, деп өзін-өзі жөн тұрағын айтты. Құрысынай аман болса екен, балалар үшін аман болса екен деп тіледі Гүлбаршын. Қайсарды таңертең мектепке оятып, өзі оған әкесі жайлы ештеңе деместен Жібекті балабақшаға әкелді де, содан ары қарай ауруханаға барды. Қайдар дәрігердің айтуынша 2 метрдей биіктіктен басымен құлаған. Мастық па, төбелескен бе, оны дәрігер білмейді. Аяғына түнде дереу операция жасалыпты. Енді басына да жасау керек екен. Гүлбаршын қарсы болмады. Операция түске таман сәтті бітті. Қайдарды қайтадан реанимацияға келгенде халат киіп Гүлбаршын кіріп, көріп шықты. Балабақшадан алып Жібекті кешке үйіне келсе, Қайсардың қасында бөтен бір қара жігіт отыр екен. Мұны көріп, жалпақтай амандасып, алдынан шықты. Көзінің алдын езуін әлдене жырып кетіпті, қызарып тұр. «Мама, папамның аяғы сынып қалыпты», деді Қайсар көзі жыпылықтап. «Мына аға айтады. Мен Қайдардың дос едім, бірге істейміз», дейді Бейтаныс. «Кеше екеуміз ресторанға барып едік, ішіп алған біреулер төбелес шығарып, Қайдар сырттағы бассейннің ішіне абайсызда құлап кетті. Соны сізге айтайын деп». «Рахмет, сізді естідім. Егер жұмыстан біреу сұрай қалса, ресторанда жығылып қалыпты демей-ақ қойыңыз. Кейін қызметіне зиян келіп жүреді ме? Мен де айтпай-ақ қояйын. Біреулер бірдеме деп бықсытуы мүмкін. Сіздің аты жөніңізді білмеймін. Кім деп айтам? Қорықпай-ақ қойыңыз. Онда жарайды, мен кетейін, сау болыңыз». Бейтаныс жігітті Гүлбаршын жақтырмады. Осының өзі қопылып жүрген бір тайынбас шығар деп денесі түршікті. 3 күннен кейін тағы да кешкісін бөтен әйел келіп қоңырау шалды. «Қайдардың үйесі ма?» деді адуын басып. «Менің күйеуім аты Өтеген, Қайдармен бірге істейді», деді диванға отыра отырмастан. «Білетін шығарсыз, биыл қыста ғана Жезқазғаннан ауысып келдік. Оған Қайдардың көмегі бар ма, жоқ па білмеймін. Болса болған шығар. Жезқазғанда тұрғанымызда талай төбемізде көтеріп күткенбіз. Мен үйіңізде әлі көрмегенмін. Өтеген ылғи осында болдың деп жиі айтады. Алматыдағы қазақтардың заңы солай ма? Оны шақырасыздар ма? Мені шақырмайсыздар?» «Қойыңызшы, Өтеген деген кісі өмірі үйімізде болып көрген емес. Сіз басқа біреумен шатастырып отырған жоқсыз ба? Адресті кімнен алдыңыз?» «Өтеген айтпай қойды. Жұмыстағы біреуден әдейі сұрап алдым. Сіз Өтегенді шынымен де танымайсыз ба? Жоқ, мені жынды қылып отырсыз ба? Ойбай, өтірік айтып қайтем. Танымаймын Өтегеніңізді». «Тұра тұрыңыз, әнеугүні үйге бір қара жігіт келген. Көзінің алды езуі ептеп жырылыпты. Қайдар екеуміз ресторанда бірге болдық дейді. Солай емес пе?» «Қызық, қалайша оны осы уақытқа дейін сіз көрмейсіз? Ойпырмай, онда күйеуіңіз нағыз зәлімнің өзі екен». Соған ілескелі Өтегенде әбден өзгеріп кетті. Оған бар бәлені үйретіп жүрген сол. Ойрандары қара жүргендерін қыз келіншек ақша тығатын болды менен Өтеген. Жезқазғанда жүргенде өмір өйтпейтін. Жалақысын әлі қолма санап береді. Сонда да қалтасынан ақша үзілмейді. Бұлар бірігіп бір қылмыс жасап жүр. Әлі айтпады деме, бастарын жұтады. Менің күйеуім емес, сіздің Өтегеніңіз шығар, менің күйеуіме үйретіп жүрген. Қайдан білесіз? Білем, бәрін білем. Өтегеннің өзі айтады. Жанынан қорқып, амалсыз мойындады. «Министрдің өзіне барам. Жаның барда шыныңды айт деп қорқыттым. Ол өзі қорқақ сорлы. Қайдар оны қорқытып жүрген болу керек. Сіз менен үлкен деместе шығарсыз. Қаншадасыз?» 29-дамын. Онда үлкен екенсіз. Жарайды, сіздей берейін. Сіз күйеуіңіз құлаған күні төбелестің неден шыққанын білесіз бе? Ішкен соң төбелесті де, оны біліп қайтем. Ойбай, сіз тап бір 19 ғасырда адам сияқты сөйлейсіз. Күйеуіңізді білмегенде енді кімді білесіз? Олар әйелге бола төбелесіпті. Білмей жүріп бір күні күйеуіңізден бір жолата айырылсаз. Екеуі бір әйелмен барса, сол арада бірінің бұлардан бұрынғы танысы кезігіп қалыпты да қызғаныштан төбелесіпті. Біз үшін бұлар өлі төбелессе ме? Ананың қасында жолдастары бар екен. Екеуін ұрып өлтірмеген екен қайта. Сізге өлгені керек болғанмен бізге тірлігі қажет, қойыңызшы. Ашумен айтқанында әйтпесе нем бар. Бір әрекет қылмасақ, бір күні байымыздан айырылып қаламыз. Қорқытып қою үшін жұмыс орнына арыз түсіріп әкелерін танытсақ. Міне мен жобасын жасап әкелдім. Қарап көріңізші. Сіз қолыңызды қойып берсеңіз, қалғанын өзім жасаймын. Әйелдің арызын оқып көрді де Гүлбаршын басын шайқады.
Мынауыңызға мен қол қоймаймын. Өз атыңыздан апара беріңіз. Әйелмен барса барған шығар. Бірақ ол көңілдесі ме, танысы ма, қайдан білеміз? Өз көзіңмен көрмеген соң бәр жала. Ендеше ерегіскенде мен Қайдардың үстінен жазам. Күйеуімді бұзып жүрген сол жақсылықты білмейді екенсіз. Білдіремін әлі. Білдіріңіз. Сау болыңыз. Қайдар ауруханада 2 ай жатып шықты. Сол арада оның әңгімесі бүкіл Түлкібасқа тарап кетті. Бұл не сөз деп сұрап, Гүлбаршынға папасы хат жазды. Оған қызы жай өсек деген жауап қайтарды. Естігенін айтуға намыстанды. Енді бәрі Қайдардың өзінен білгісі келді. Басқа елмен жүруіңе қарағанда, сен қазір мені жақсы көрмейсің. Бәлкім балаларың үшін немесе қызметіңнен қорқып қана ажырасам дей алмай жүрген болуың керек. Мен арыз айтып, сенің жұмыс орныңа өлсем де бармаймын. Одан қорықпай-ақ қой. Және бір емес, сенің мұндай қорлығыңа бұдан былай шыдай алмаймын. Осы абыройымызбен ажырасайық. Ың-шыңсыз арызыңды жаз да өзің жөнде. Мен арыз жазбаймын, ажыраспаймын да. Саған ақыл үйретіп жүрген біреу бар. Өтегеннің әйелі шығар. Құдай біледі. Мен жоқта келіпті ғой үйге. Неге кіргіздің? Оны үйге кіргізбей қойғанда шындық білмейтін бем? Сонау Түлкібаста жатқан папам мен апама сол барып айтып келді деп ойлайсың ба? Оларға сен жаздың. Өйтетін болсаң, сотқа арызды өзім-ақ жазам. Жаз. Осының бәріне сенің өзің кінәлі екеніңді дүйім елдің бәрінің көзінше дәлелдеймін. Не деп дәлелдейсің? Қайсар туғанда 1 жыл әке-шешесінің қасында болды ма? Болды. Ай сайын артыңнан барып тұрғанда қасыңа жатқыздың ба мені? Жатқызған жоқсың. Жібек туғанда да сөйттің. Ай бойы, апталар бойы сөйттің. Сонда менің қайтуым керек. Мен немене, еркек емеспін бе? Барам басқа елге. Бармасқа амалым қайсы? Білем сенің менімен сүйіп қосылмағаныңды. Әншейін Жұмашқа ашуланып, соның ызасына шыдамай тие салғансың. Өтірік пе? Өтірік деші осыма. Менің өмірімді құртқан сенсің. Бәріне кінәлі сенсің. Қайдардың кінәлауы орынды сияқтанды. Гүлбаршын амалы құрып үнсіз егіліп жылады. Айыпты деген адамы өзін айыптады. Қандай өкінішті. Жарайды, мен сүймесем, сенің сүйгенің қайсы? Жұмаштан кетіп, сені паналағанда көрсеткенің осы ма? Сен менімен ерегісіп өш алу үшін ғана өмір сүріп жүрсің бе? Ана 2 баланың анасы мен, әкесі сен емессің бе? Ең құрыса соны ойламадың ба? Немене, оларды бақпай жүрмін бе? Киім-кешек әпермей жүрмін бе? Не істеппін? Мен сенімен сөйлесе алмайды екем. Жаңағы айтқаның шын. Бәріне өзім кінәлімін. Қайсарды туған соң, 1 жыл әке-шешемнің қолында тұрған соң, сенің бөтен әйелмен жатқаныңды өз көзіммен көре тұра, ақымақ болып, неменеге қайтып келген екем? Сендей әкесі бар дегізгенше, жоқ дегенге неге көнбедім екен? Ол аздай Жібекті туғанымды қайтейін? Өкініштен өксіп жылаған ол ваннаға кіріп кетті. Беу қадырын білмеген қыз Дәуренмай деген ащы күйік өзегін өрттей күйдірді. Ажыраспаймын, осы қорлыққа көнесің деген сыңайын танытып, Қайдардан қатты түңілді. Ажырасам деп ашумен айтқанмен, оған бекемдігі өзінде де жоқ екен аян. Соны біліп те басына мекен әлде. Қайда барады? Не істейді? Кімнен ақыл сұрайды? Қанша жалынса да Қайдардың қасында бүгін тағы қомбаты, жоламады. Қазір ұрысып жарты сағаттан соң айырылысып жатып Гүлбаршынға өзіңді өзің сату сияқтанды. Соны Қайдар әйтеуір ұқпай-ақ қойды. Енді екеуінің ұғысуы да оңай болмас. Бұл күткен сезім, ақыл мен білім, еркекке тән мәдениет Қайдарда жоқ болып шықты. Тағы сол 2 бала үшін кештіріп, тағы әйелі болып жүре береме? Немене, мен еркек емеспін бе? Барам басқа елге. Бармасқа амалым қайсы деген Қайдардың сөзі қайта есіне түсті. Неге өйтеді? Еркектігі кімге міндет? Ол шыдаған 1 жылға бұл неге шыдамады? Менің өмірімді сен құрттың дейді алмай. Менсіз бақытты болатынына сенімді ғой сыра. Ол өйтіп отырғанда мен неғып оған жабысып қалуым керек? 2 баламның қамын ойлап, өзімді өзім құрбандық еткенде не табам? Оның тағы да 1 әйелмен байланысын көріп білгенше күтем бе? Мың өлгенше неғып бірақ өлмеймін. Ол ажыраспаса, мен ажырасам. Не өзім сүймеген, не өз сүймеген еркекті құшқанша, ол қорлыққа көнгенше, жесір өткенімнің өз жақсы. Болды, бітті. Таңнан аман шықсам, ажырасуға арызды өзім жазам.
өзімді өзімнің осы қорлағаны да жетеді. Мен Қайдарды сыйладым, бағаладым. Алғаш менің көңілімді өзі былғады. Содан бері ол қасыма жатса, мен өзімді сорлаған әйелдей сезінем. Құшырланып құшақтай алмаймын. Жаным деп бар сезіммен балқи алмаймын. Шын мәнінде де бөтен еркекке бойымды сипатқан сайқал сияқтымын. Бой жете бастаған мен сірә 8 класстан бастап Гүлбаршынның кеудесінде құдіретті бір сағыныш жүретін. Ағаш жапырағын самал жел дүр сілкіндіріп өтсе, оның да көкірегінен әлде бір алақайлаған сезім дүр етіп құшса ұшып көтерілетін. Судың сарыны, әннің әуезді қайырмасы, жұлдыздың сығырая қараған ойлылығы бәрі кенет тұтқиыл оянып кететін сол сезіммен. Ондай кезде ол өзін өзгеше сыйлайтын, қанат біткендей қуанатын, қыз дәуренін қайта-қайта сағынатын. Өзіндегі сол қасиеттің не деп аталатынын ол бәрібір біле алмады. Бірте-бірте сол қасиеттен айырылып келе жатқанын ойласа, көзіне жас келеді. Қыз дәуренімен бірге ақын көңілі де қаза болғанын сезеді. Қыз дәуренінің ең оралмасын біледі, ал ақын көңілі тағы түрленіп түлей алар мекен. Оған үміті де күдігі де көп. Беу қайран қыз дәурен ай. Әңгіменің соңы.